Айта берейін ба? Кең тарқату керек. Алтын Орда деген бір тақырыпқа сиятын тақырып емес. Меніңше осы моңғолдар Шыңғыс деген ат қоймайтын сияқты оларына. Шыңғыс мырза, сіз шамалы сабыр қылыңыз. Қасым-Жомарт Кемелұлының Жошы ханның мазаратының кесенесіне барып Құран бағыштауының өзінде үлкен мән бар. Мұсылманның баяғы Шыңғыстан туған хандар дейді. 300-дегі би қазақты әлі күнге шейін бір 300-ге бөледі де тұратын сияқты маған. Біз анау жаңағы не дейді, соттардың алдына сол 3 би тұрады ғой қазір. Біз сұхбатымызды бастаймыз. Біздің келесі сұхбатымыз Назарбаев зияткерлік мектебінің Түркістан қаласының тарих пәнінің мұғалімі Дүкенбай Бақытжан Әбенұлы. Бәке, бүгін тарих туралы сөйлесеміз. Жақсы. Жалпы сұхбатқа дайынсыз ба? Иншалла. Жақсымыз. Жексенбі күніңізде не жоспарлайтыныңыз әдетте? Әдетте не жоспарлаймыз? Қол тисе кітап оқимыз. Былайша жиын терін батадан қол тимейді ғой. Жиын терін бата. Қара шаңырақта болсын көп барамыз. Сондай, иә. Жаңағы жиындар көп болады. Сенбі жексенбіге барлығын жинастырамыз ғой жалпы. Апта күндері. Мұхтар Мағауин атамыз сияқты шетелге кетіп бір шығармашылық айналысып ойда жоқ па? Жоқ, ондай Мұхтар Мағауин атамыздікіндей ерік жігер жоқ. Сөздің шынын айтқанда. Осы әйтеуір қара шаңырақта қарайған әке-шешеміздің қолында сол жерде өмір сүріп жатырық. Жалпы Мұхтар Мағауин атамыз тек шығармашылық саласында емес, өзінің отбасылық жағдайына да байланысты солай жасаған деп ойлаймын өзім. Басқа жаққа кетіп бардық. Жақсы. Тарих пәнінің мұғалімісіз, осы Назарбаев зияткерлік мектебінен еңбек жолыңызды бастадыңыз. Оған дейін бізге қызық емес. Бүгін әңгіме тарих туралы болсын, сізбен болғасын. Енді тарих пәнін не үшін қалай таңдадыңыз, не үшін таңдадыңыз? Енді еске сала кетейік, Бақытжан Дүкенбайдың осындай кітабы бар, Құмсағат деген ақын, осы Түркістан өңірінің тумасы, ақын, осы жерде мына өлеңдердің барлығы кітабының тұсаукесері өткізіліп, осы облыста беделді ақын. Енді осы ақындық жолды ақындар көбінесе қазақ тілі мен әдебиетін таңдайды. Сіз неге тарихты таңдадыңыз? Сол жерде бастап кезеңде мен өзім студент кезімнен сізді танимын, білемін. Мен осы Түркістан қаласына алғаш келгеннен бері ол кезде сізді жастар жанашыр ретінде біліп жүрдік. Жалпы көптеген өзіңіздің осы біздіге жол көрсетудегі көмегіңізді көрсеттіңіз. Енді одан кейін осы мектеп ашылғаннан бастап өзіңіз осы ұстаздық жолға келдіңіз. Қалай келдіңіз енді осы жолға? Сіздің өзіңіздің ішкі жан қалауыңыз ба? Осы қазір енді қазақ тілі, енді бұл ақындар ағай айтқандай, ақындар енді көбіне қазақ тілінде, сіз тарих таңдап отырсыз. Неге тарих, неге педагогика? Жалпы Қазақстан тарихы, қазақ тарихын басқа мемлекеттердің тарихынан өзгешелеу. Біздің тарихта қолжазба деректер, жалпы деректерге қарағанда халықтың құлағында, халықтың аузында ауыз әдебиеті көп сақталған. Сосын Қазақстан тарихын халық ауыз әдебиетінсіз, шежіресіз қарау мүмкін емес. Енді ақын болғаннан кейін жалпы бұл салада ақын болғаннан кейін ғана Қазақстан тарихы болмаса қазақ тілі әдебиетке барады деп айта алмаймын. Себебі жаңағы түрлі тұлғалар көп, басқа салада жүрсе де өнермен айналысып жатқан, ақындықпен айналысып жатқан. Енді менің бұл тарихқа келу себебім жалпы өзімнің әкемнің шешесі, апам дейді ғой. Соның қолында өскен адаммын. Сол апамның қолында өскеннен кейін түрлі оқиғаларды бала күнімде айтып отыратын, жаңағы өлеңдерді ұйқастырып отыратын. Содан кейін сондай сана оянған шығар деп ойлаймын. Ал енді мектеп қабырғасы кезінде маған ең жақын пәндердің бірі осы Қазақстан тарихы болды. Қазақстан тарих пәніне қатысты тақырыптардың барлығын түгел оқып, содан кейін көптеген сұрақтар туындайтын. Осы бұлай неге бұл жаңағы қазақ неге бұлдай жағдайға түсіп қалды деген сияқты, кеңес одағы будандық дәуірге қалай түсіп қалды деген сияқты мені көп ойландыратын. Не үшін біз басқа халыққа жаңағыдай кіріптар болып қалдық деген сияқты сұрақтар көп мазалады. Сондай ойлармен жалпы тарихқа деген менде қызығушылық оянды ғой. Сосын біздің бабаларымыздың ерлігі жайлы дүниелерін көп білуге тырыстым. Біз қандай халықпыз деген сияқты оймен жүрдім.
содан кейін осы салаға келген шығармын деп ойлаймын. Одан кейін қазақтың жаңағы тарихи романдарды оқи бастадық есейе келе. Солардың барлығы шексіз махаббаттың оянуына алып келді Қазақстан тарихына деген. Солай. Педагогикада қалай балалармен жұмыс жасау басында қиын болмады ма? Келгеніңіз 2 жылдан асты, бастағаныңызға жалпы педагогиканы. Өзіңіз сол педагог тарихшымын деп есептейсіз ба, жоқ әлде жастар жанашырсыз ба іштей? Білмеймін, жалпы өзімді қазір енді мұғалім, ресми мұғаліммін, сондықтан өзімді педагог мұғалім ретінде есептеймін. Қоғам белсендісі ретінде енді ол қалмайды. Жаңағы Мұхтар Шахановтың өлеңі бар ғой. Өлең құрау ақындықтың бір қыры. Жаңағы тек сол үшін ғана оны ақын деп айту жаңағы күлкілі дейді ғой. Сол сияқты бұл жаңағы қоғамдық жұмыс, азаматтық қоғам ол ешқашан қалмайды. Ол жұмыстан бөлек. Және де сенің жырыңда, өлеңіңде сол дүние көрініс табады. Мен жалпы өзім тек қана өлеңмен ғана айналысып, сол өз шығармашылық деңгейінде ғана жүруді қаламаймын. Қоғаммен айналысуымыз керек, қоғамда не дерт болып жатыр, соны емдеуге тырысу керек, мәселені көтеруге тырысу керек деп есептеймін. Ақындық деген ол Құдайдан берілген саған миссия ол. Сол өзіңнің қоғамыңды түзет дегенге. Жастар жасымызға сәйкес, ашылған жасымызға сәйкес барынша жастарға жанашыр болуға тырысамыз. Енді бұрындар жастар ресурстық орталығында жұмыс жасадым. Жастар үйінің төрағасы болып жұмыс жасадым оқу орнында. Ол жұмыс қалмайды деп есептеймін. Ал енді мұғалім ретінде қазір оқушылармен жұмыс жасаған қатты ұнайды. Жалпы оқушылардың жаңағы танымы, олардың сенен бірдеңе сұрауы маған қызық. Жаңа сен бірдеңені түсіндіресің балаға, бала оны қағып алып, ары қарай сол түсінігі қалыптасып жатыр. Яғни сенің жасаған жұмысыңнан бір нәтиже көргеннен кейін сенде кішкене бір қуаныш сезім болады, мерейлі бір сезімдер болады. Сондықтан баламен жұмыс жасау мен үшін ең жақсы іс деп ойлаймын. Ал енді қазір қоғамда түрлі жұмыстар бар ғой. Атауы бар мекеменің, бірақ не жұмыс жасайтынын түсінбейсің кейде. Және де жаңағы өтірік сандармен ойнап отыра береді. Мынандай ашылды, мынандай жабылды деп. Ондайға қарағанда мына жұмыстың рахаты бар, ләззаты бар, шынайы да. Сол үшін мен осы мұғалімдік салада келе жатырмын. Оның тағы да бір себептері бар ғой, бұл жалақы мәселесі. Көп адам жаңағыдай айтады ғой, маған жалақы маңызды емес, осындай. Жоқ, мен үшін бұл маңызды. Жалақы да болу керек, жасаған жұмысына сәйкес. Енді өзіңіз осы жұмыста да біршама жетістіктерге жеттіңіз, авторлық құқығыңыз бар. МС нәтижесі. Бірінші жылдан ақ 100% нәтиже көрсеттіңіз, иә? 100% көрсеттіңіз. Одан кейін авторлық құқық алдыңыз, одан кейін Сауран қаласының, Сығанақ қаласының, Сығанақ қаласының 3D макетін жасадыңыз. Жалпы осы жұмыстарға түрткі болған қандай мотив болды осы жұмыстарға жалпы? Өзіңізде бұрында бір осындай зерттеуге деген қызығушылығыңыз бар ма еді? Бұл салаға, ғылыми жобалар саласына қалай келдіңіз осы педагогикаға келгеннен кейін? Енді ол қызық нәрсе емес қой ол. Сенің жұмысың ар жақтан ғылыми жобалар жарыс болып жатыр, тапсырма беріледі, басқа болады, солай кетесің да. Бірақ оған дейінгі менде жалпы осы оңтүстік өңірдегі археологиялық қазба жұмыстары жүрген қалалардың бірнешеуінде болдым. Сауранда, Сығанақта, Түркістанның өзіміздің қазылып жатқан жерде. Әсіресе жаңағы көптеп жаңағы Марат Тұяқбаев атамыздан, көкемізден көптеп жаңағыдай пікір алмасып дегендей, сол кісіден сұрап дегендей, сол кісі де кішкене менің осы археологиялық қазба жұмыстарына деген қызығушылығымды оятты. Жалпы енді осы салаға басыбайлы кірісіп кеткен жоқпын. Өзім мектепте оқып жүргенде, оқу орнында оқып жүрген кезде кейде құлазыған сәттерімде сол Түркістанның күлтөбесін барып аралап жүретінмін. Осы қаланың астында не бар екен деген сияқты да. Сөйтіп ол біртіндеп осыған алып келді ғой. Ғылыми жобаға алып келді. Ғылыми жобада енді біз бұл тақырыпты алған себебіміз Сығанақ қаласы бұл өте жаңағы
біз үшін маңызы бар қала, бірнеше мемлекеттің астанасы болған қала, және көшпелілер мен отырықшылардың арасындағы алтын көпір. Өзі орналасқан географиялық орны да жаңа Қаратаудың бітер тұсында басталып, ар жаққа қарай жаңағы керуенмен, жаңағы арбамен көшпелілерге қарай, я болмаса көшпелілер бері қарай өтуіне тиімді. Мысалға мына Созақтың тұсы барлық тау ғой, олардың арасымен жаңа өту қиындау да арбамен. Сондықтан ана жақ жазықтау, мына жақ Сығанақтан былай қарай Сауран, біздің Түркістан, Отырар секілді, жаңағы Самарқанд секілді мына жақтағы сыр бойындағы, Әмударияның бойындағы отырықшы қалаларға өту оңай. Ортада жапон тарихшысы айтады, порт Дешті Қыпшаки дейді, Сығанақты Дешті Қыпшақтың портты қаласы дейді. Яғни екі жақ келеді бір-біріне. Жаңа көшпелілер мен отырықшылар бір-біріне зат алмасуға. Сол жерде сауда қатынастары орнайды. Сол Сығанақ қаласының мәліметтер көп болды. Соған қарап, енді 3D макетін жасады оқушыларымыз. Жалпы мен техникалық ондай жаңа компьютермен жұмыс жасайтын салаға онша бейімім жоқ та. Сіз енді жаңа ақпарат жағынан, идеясы жағынан оқушының жұмысы. Өзіміз баланы Сығанаққа алып бардық. Сол жерде көрсеттік. Жаңағы Бақдәулет деген сол жерде Сығанақты зерттеп жатқан ағамыз бар, археолог ғалым. Сол кісіден сұхбат алдық, сол кісіден бағыт бағдар алдық дегендей. Сөйтіп жаңағы оқушыларымыз сол дүниені жасап шықты. Әрине ғылыми жобадан орын ала алмай қалдық, түрлі себептермен. Бірақ жаңағы не берілді, авторлық құқық берілді. Енді бұл жерде VR очки дейді, VR көзілдірікпен қаланың ішін саяхаттауға болады. Сондай дүниеге қол жеткіздік біз. Тамаша. Енді негізі Назарбаев зияткерлік мектептері бұл жаратылыстану бағытына, саласына бағытталады. Соған қарай тереңделеді. Бірақ та енді Қазақстан тарихы, қазақ тілі, қазақ әдебиеті, география, тағы құқық деген гуманитарлы пәндерден жетістік өте жақсы. Бұған бір фактор менталитетте бар, қазақша сөйлеуі, ортаның қазақша болуы, тағы басқа. Енді осы Назарбаев зияткерлік мектебінде Қазақстан тарихы оқулық бар сіздерде? Бар. Оқулық бар, бағдарлама бар. Осы бағдарлама оқулыққа қарайықшы. Ол жерде қандай ақпараттар оқытылып жатыр қазір? Ал енді мынандай сөз бар, тарихты жеңімпаздар жасайды дей ма? Жеңімпаздар жазады дей ма? Сондықтан жеңімпаз болғанымызға 30 жыл болды. Жаңарған тарих қалай жазылып жатыр? Және бұл жерде қандай өзгерістер бар осы туралы? Жалпы оқулық, біздің Назарбаев зияткерлік мектебіндегі оқулық өте жақсы, сәтті шыққан оқулық негізі. Жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша жасалып жатыр. Енді біздің артықшылықтары Назарбаев зияткерлік мектебінің оқулықтарында бізден, мұғалімдерден оқулық жазылу барысында кеңес сұрайды, қай жерінде қате бар, қай жерінде не бар, кім не қоса алады деген секілді. Бүкіл Қазақстандағы Назарбаев мектептерінің мұғалімдері оған жаңағы оқулықты жазуға. Яғни мұғалімдерге кері байланыс міндетті түрде болады. Кері байланыс міндетті түрде болады. Бұл жаңағы кемшіл тұстарды түзетуге мүмкіндік береді. Биыл бізде 7-ші сыныптың оқу бағдарламасы өзгертілді. Мен бір қуанатыным, осыған дейін моңғол шапқыншылығы деп оқулықта келген. Енді қазір сол жердегі тақырып былайша келіп жатыр. Шыңғысхан құрған мемлекеттің сыртқы саясаты қандай болды деп. Бұрынғы моңғол шапқыншылығы жоқ. Екеуінің айырмашылығын тоқталайық енді. Енді ол моңғол шапқыншылығы деген дүние, ол жаңағы концепция ол арыда жатыр да. Моңғол ма, ол түрік па деген сұраққа келеді. Түрік болса ол не үшін бұл жаққа шабуыл жасайды деген мәселеге келеді. Енді өз осы топырақта туылған адам не үшін бұл топыраққа шабуыл жасайды? Соның басын ашып алу керек та бұл жерде. Бірден о нәрсеге бара алмай жатыр ғой деймін. Бірақ біртіндеп соған келе жатқанда мен қуанып отырмын. Өйткені моңғол шапқыншылығы дегенді алып тастап жатыр да. Шыңғысхан құрған мемлекеттің сыртқы саясаты деп жатыр. Демек, қазір қоғамдағы Шыңғысхан қазақ немесе Шыңғысхан түркі деген талас басым болып келе жатыр ма? Иә, басым болып келе жатыр деп есептеймін. Енді ол мысалға өзі жаңағы есімі де, оның
айналасындағы қолбасшылары да жаңағы ұлдары да бәрі де осы біздің халықтың түсінігінде, халықтың ұғымында бар жаңағы ұғымдар да. Бәрі қазақта атау бар, Төле би дейді. Ол Шыңғысханның 4-ші ұлы Төле мысалға да. Жошы деген кәдімгі жолда көшіп келе жатқанда туылған адам, туылғандықтан жошы деген шығар оны. Бірақ ана жаңағы Қытай тарихшылары, жаңағы орыс тарихшылары оны меркіттен туылған дегенге, шата дегенге келтіргісі келеді. Жолда туылған, шақырылмаған қонақ деген сияқты. Ол өтірік оның барлығы. Ол оқиғамен жошының жаңағы бөртенің меркіттердің бұлануымен жошы туылған уақыттың арасында 4 жылдай уақыт бар. Ешқандай сәйкес келмейді екеуі де да. Енді біз қазір нақты саяси тұрғыдан бұл мәселеге әлі батыл жетіп бара алмай жатқан шығар. Ғылым не дейді, әдебиет не дейді? Ғылым не дейді? Ғылым қазір мен өзім Мұхтар Мағауиннің көзқарасындамын. Ол кісі Шыңғысхан түрік текті дейді болды. Ол кезде өйткені қазақ, өзбек деген секілді ұғым пайда болған жоқ қой ол кезде. Түрік дейді. Дешті қыпшақ, түрік па, түркі ма? Бұл жерде түркі деген өйтіп бөліп қарастырмауымыз керек. Бәріміз бір түрікпіз. Бұл советтік, жаңа кеңестік жүйенің бізге қалыптастырып бергені. Жаңа Анадолудағы түріктер тюрки дейді, бізде турки дейді, бізде тюрки дейді. Олар екеуің екі бөлексің деген ұғым ғой енді бұл жерде. Ешқандай да ондай бөлек жоқ. Түрік текті болды. Болды, біз түрік тектіміз. Бәріміз, ол да түрік, бұл да түрік, бәріміз түрікпіз. Енді жаңағы Шыңғысханның мәселесіне қалай өтіп кетіп жүрген? Жоқ, оқулықтағы өзгеріс не үшін өзгеріп жатыр? Ары қарай енді не қылайық та? Қазайықта. Оқулықтағы өзгерісте біз осы мәселеге тоқталдық. Моңғол деген жоқ. Моңғол деген сөзді неге алып тастады? Моңғол деген сөзді алып тастағанда Моңғол империясы деп біз осы уақытқа дейін оқып келдік. Біздің өзіміз оқыған тарихта солай оқып келдік. Моңғол империясы. Бар ма тарихта Моңғол империясы деген бар ма? Болды ма? Жоқ. Моңғол деген сөз жалпы термин ол 19 ғасырда пайда болған. Моңғол деген сөздің өзі. Моғол деген бар. Моғол. Моғол империясы бар. Моғол империясы бар, Моғолстан бар. Ол қазіргі Жетісу, Шығыс Түркістан. Осы территория Моғолстан болған. Шыңғысханның да осы топырақта дүниеге келуі. Моңғолдың туын ұстап отырғандардың этникалық құрамы қандай? Моңғолия, моңғол деп отырғандардың этникалық құрамы. Жоқ қой, айтылмайды ғой бізде. Олар моңғолдар. Жоқ, қазір Моңғолияның негізін ойраттар құрай ма? Сол қазір Google картаға кіріп, внутренний монгольский автономия деп ашсаңыз, Қытайдың территориясында внутренний монгольский автономия деген тұр. 20 миллион моңғол бар дейді. Соларды 19 ғасырда Қытайлар күштеп көшіріп алып келген ғой. Ол территорияда бұрын жоңғарлар болды ғой. Жоңғарларды 1758 жылдары, 55-56 жылдары Қытайлар жаппай жойып жіберді ғой. Сөйтеді ана жер босап қалды. Сөйтеден 19 ғасырдан бастап ойраттар, қалмақтар деген секілді, қазақтар бұрын қалмақ деп айтты, оларды ойрат, қалмақ тайпаларды күштеп көшіріп алып келді, тағын қолдан Моңғолия мемлекеті деп жасап берді. Олар қанша 2 миллион ба халық саны? Бас-аяғы бір 4 миллионға жетер жетпес. Сөйтеден оларға Моңғолия деген мемлекет құрып берді. Оны да ол мемлекеттің құрылуы барысында, бастамасында біздің Тұрар Рысқұл бар, сол жерде Ұлан Батыр деген қаланың атын қойып беруі, кеңес үкіметі. Құрудағы мақсат тарихты өзгерту. Тарих өзгертудегі мақсат не болады? Шыңғысхан мысалға қазақ десе, қазақтар қатты күшейіп кете ма олардың ойынша? Енді бізде қазір Шәке шын тарихтан бізді ажыратты да, жаңағы. Ажыратудағы мақсат олар қаншалықты жұмыс істеп жатыр сол мақсат? Біз Шыңғысхан моңғол екен деп біз қаншалықты біз рухымыз төмендеп қалды деген сияқты. Қазір енді сіз жаңағы Асқар Жұмаділдаевтың пікіріне қарай келе жатсыз ғой сіз қазір. Ол қазақ болғанда не пайда, моңғол болғанда не зиян деген. Жоқ, осы жерде бір нәрсе айта кетейінші, кешіріңіз, сөзіңізді бөлдім. Біз мынау Әлихан Бөкейханов тұр. Әлихан Бөкейхановты өтеміз өзіміздің тұлға деп. Шоқан Уәлихановты теңгеміздің сыртына қоямыз, Абылай ханды теңгеміздің сыртына қойып әспеттейміз. Кенесарыны кеше оқып талдаймыз, бағдарламада бар Кенесары біздің батырымыз.
керей мен жәнібектен бастап бүкіл біздің хандарымыз деп басымызға көтереміз. Оны әлемде басқа ешкімге керек емес, ешкім көтермейді. Оны моңғолдар көтеріп жатқан жоқ. Меніңше осы моңғолдар Шыңғыс деген ат қоймайтын сияқты оларына. Кейін қоймаса. Ол мағынада ашылмайды ол жерде. Иә, енді осы сөйтеміз дағыны Жошыдан ары қарай оның әкесін болды. Ол моңғол бола салды даған, қалғанын бәрін біздікі бола береді. Бұл енді логикаға сыймайды ғой. Осы жерде бір кішкене аша кетейік дегенім ғой. Аша кеткенде Шыңғыс хан түріктекті халық, бұл өзі дәуірінде қандай мемлекеттерді басып алды және сол мемлекеттерге қандай жүйе орнатты, кімдерге бұл үстемдік орнатты, соған мән берес болды. Екі алып көршімізге біз не бердік, Шыңғыс хан бізге қарсы тараптағылар айтады, отырарды олар негізге алады. Мұхтар Шахановтың өлеңі негізінде. Ол да қайсы дерек емес пе? Шыңғыс мырза, сіз шамалы сабыр қылыңыз. Екі мемлекетке біз салмақ салдық. Мына парсы елдеріне де түгел елхандық құрылды. Қытайда юань мемлекеті құрылды. Құбылай ханның бастауымен Шыңғыс ханның ұрпағы әлі күнге шейін Қытайдың біріккен кезеңі деп юань мемлекеті деп әлі күнге шейін қытайлар валютасын юань деп атайды. Сол себептен Қытайлардың біріккен кезеңі деп. Міне ол Құбылай хан Шыңғыс ханның ұрпағы. Ал енді мына Мәскеуде орыс князьдықтарын жаңағы басып ұстап отырған біздің жош ұрпақтары Алтын Орда дәуірінде. Енді бұл тарихты өзгерту кімге керек екенін түсіне беріңіз ары қарай. Бұл ары қарай өзімен өзі шешіледі. Жаңағы Мұқағали Мақатаевтың оларды бізден, біздерді олардан мансық қылып деп, біздерді оларға, оларды бізге таңсық қылып дейді ғой бабаларымызды. Сол бір-бірімізден таңсық қылу арқылы бізді бабамыздан бездіреді. Бізді бездіргеннен кейін біз жаңағы келімсек секілді болып қаламыз. Ал тағы да бір теория бар. Моңғол шапқыншылығымен бірге Моңғолиядан Қазақ даласына дейді, шәке. Қазақ даласына моңғол тайпалар көшіп келді дейді 13-ші ғасырда. Сөйтті дағын Ұрыс ханның тұсында дейді 14-15-ші ғасырларда олар түркіленіп кетті дейді. Енді сіздерге сұрақ. Бізде сонда біздің бабаларымыз олардың сондай өтіріктеріне жауап беретін түрлі мысалдар бар біздің бабаларымызда да. Мысалға, олар 13-ші ғасырда моңғол көшіп келді дейді. Тарсылын дұрыс па? Көшіп келді дейді. Ал олар келеттіғын 15-ші ғасырда түркіленіп кете салады. Бір із болу керек қой мақұл, моңғолдардан көшіп келгеннен кейін олар билеуші мемлекет тап болды мысалға. Олардан бір белгі қалу керек қой. Ешқандай белгі жоқ мысалға. Келеттіғын олар түркіленіп кетті дей салады. Ал 7-ші, 8-ші ғасырда көшіп келген арабтардың өзі қазір белгісі бар ғой, қожа сұмдық болып отыр ғой. Қазақ болып, жаңа қазақ болып деппін ғой. Өзіміздің қазақтың құрамында қожа сұмдық болып өзінің ата тегімен отыр ғой. Сондай бір белгі қалу керек қой. Жоқ, ондай белгі жоқ. Түркіленіп кетті дейді дағын, жойып жібере салады. Сосын әрбірден кейін бұл қауіпті құбылыс, шәке. Қауіпті құбылыс. Сендер көшіп келгенсіңдер деген ұғым бұл. Көшіп келгенсіңдер, мына топыраққа сендер көшіп келген. Жоқ, біз антрополог ғалым Оразақ Смағұлының дәлелдеуі бойынша генетикалық тұрғыдан біз осы топырақта нақты дәлелденген 4000 жылдан бері осы топырақта жасап келе жатырмыз. Ол кезде бергі Шыңғыс ханның шапқыншылығы. Европадан да, Америкадан да осы жерде тарихымыз терең. Олар ойнамай қалады бұл топырақтың қасында. Бұл шындық қашан енеді дегенде мемлекет біртіндеп қадам басып келе жатыр. Кеше ғана мына Дархан Қыдырәлі, сенат депутаты, Қазақстанның академиялық тарихы деген үлкен 7 томдық кітаптың жазылып шыққандығын мәлімдеді. Соған сәйкес Қазақстан тарихы қайта жазылу керек деген жаңағы бастама көтеріп жатыр. Ол өте дұрыс. Ол Қазақстан тарихы қайта жазылу керек деп оқулықтарды айтып жатыр ма? Оқулықты айтып. 7 томдық Қазақстан тарихы академиялық тарих жазылып қойды ғой. Енді соның негізінде Қазақстан тарихының оқулығы жазылу керек деп жатыр. Бұл өте дұрыс бастама. Соның ішіне біз ол кісінің басымдық беріп отқаны жошы ұлысының құрылғанына 800 жылдық қазір мысалға жаңағы атап өту туралы бастама көтеріп жатыр. 1223 жылы Ұлытауда жошы хан жошы ұлысының ханы болып көтерілген. Енді содан бері қарай 24-ке кетіп қалдық қой. Міне 800 жылдық болды. Ал енді қазір Шыңғыс ханды жаңа қазақ қылғанда, моңғол қылғанда деген мәселеге келетін болсақ, мысалға 2014 жылы Путин әйгілі мәлімдеме жасады. У казахов не было государственности.
Сол кезде елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев не деді? 750 жылдық па? 550 жылдық. 550 жылдық қазақ хандығы. Талас Шу өңірінде жаңағы қазақ хандығы құрылды, Керей мен Жәнібек құрды деді. Бұл көрдіңіз ба? Не үшін керек дегенде, біздің өзіміздің рухымызды көтеруге, мемлекеттілігіміздің терең тарихын танытуға бұл керек. Тұлғалар керек. Керей мен Жәнібекті біз міне бас етіп ұстап отырмыз. Сол бір дәуірдің қазақ хандығының құрылғанының бұл басты тұлғалары ғой. Содан кейін мемлекеттік идеология ретінде біз халықты сонымен ұстап отырдық. Қазақ деген халықтың басын біріктірген тұлғалар бұлар деп. Тура сол секілді біз енді 550 жылдықты бір атап өтті ма? Ал енді Алтын Орданың 750 жылдығын Қасым-Жомарт Кемелұлы қозғап отыр. Одан кейін кеше Ұлытау төрінде құрылтай жасаттағын Жошы ханға ескерткіш орнатты. Жошы ханның басында, жаңағы кесенесінің басында жаңа үлкен кешен салдырды. Бұның барлығы да біртіндеп соған жақындап келе жатыр. Мемлекет оған тиісті қадамын жасап келе жатыр. Өйткені біздің төл бабамыз ғой енді. Бұл енді оқулыққа қашан енетінін мен білмеймін. Өйткені ана оқулықтың ішінде осы тұста моңғол шапқыншылығы, отырарды тартып алу, күйреу деген сияқты тақырыптар көп. Біз отырарды Қайыр ханның позициясында көрсетіп жатырмық. Қайыр ханның біз жаңа әйгілі Мұхтар Шахановтың отырардың күйреу деген дастанын жаңа айттыңыз ғой. Иә. Сол позицияда біз айтып отырмыз. Біз негізі Шыңғыс ханның позициясында айтуымыз керек. Есікті ашып берген ол сатқын емес, есікті ашып берген біздің мәселе енді сатқын емес. Бұл территорияларда кімдер болды? Шыңғыс ханға дейін. Парсылар не қылды? Мұхтар Мағауин несінде айтады ғой. Сұхбатын Мұхтар Мағауин сұхбатында айтады. Кім еді? Бір Хорезм басып алды дейді, үлкен сол жерлердің бәрін содан босату үшін шабуыл. Қараңыз Шәке. Мына бағана айтылған Сығанақ қаласы Қыпшақтардың да, Ақ Орданың да, Қазақтың да астанасы болған. Дәл сол Сығанақты Қыпшақтардан Хорезм мемлекеті басып алды, тартып алып қойды. Сонымен қатар осы Орталық Азиядағы бір талай қаланы Хорезмдік мемлекет тартып алды, басып алды. Сөйтіп өзінің билігін орнатты. Бірақ енді қалаларда, белгілі бір қалаларда әлі де енді Қыпшақтарды қуып жіберді деген сөз емес қой. Қыпшақтардың бір бөлігі бодандыққа түсіп қалды. Бодандыққа түсіп қалды тағын. Сөйтіп тағын осы Қыпшақ рулары жайлайтын қалалардың айналаларына Қыпшақ руларының адамдарынан қаланың басшыларын тағайындап отырды. Қазір мысалға Кеңес үкіметінің тұсында да Қазақстанға басшы қылып қонайыпты жіберді ғой. Бірақ Кеңес одағының құрамында болғанымен, тура сол секілді Хорезмнің құрамында болғанымен Қыпшақтардан нені қойып отырды. Қайыр хан Қыпшақ, бірақ Қайыр хан Қыпшақ. Сөйтті дағыны Шыңғыс хан осы топырақты азат етті. Болды. Басқа сұрақ жоқ бұл жерде. Мынау Хорезм парсы текті, Шыңғыс хан түрік текті. Өзіміздің сақ ғұн бабаларымыздан келе жатқан сонау түрік қағанаттары бар, түргеш қағанат, қараханиттер, оғыздар, барлығы біздің түрік бабаларымыз. Осыларға тиесілі жерді қайтадан қазақ түрікке қаратты. Міне отырар Шыңғыс ханның кезінде күйреген жоқ. Сосын мына неге барсаңыз, Шәуілдірген музейге барсаңыз, әлі күнге шейін сол отырар күйреді, Шыңғыс хан қиратты деп тұр. Олай емес. Шыңғыс хан жаулап алғаннан кейін отырар ары қарай гүлденді, кемелденді, үлкен дәрежеге жетті. Қиратқан жоқ Шыңғыс хан. Жалпы Шыңғыс хан мына оқулықта да солай айтылып келе жатыр да, адамзат тарихындағы ең ауыр апаттардың бірі болды Шыңғыс хан шапқыншылығы деп, моңғол шапқыншылығы. Берілмегендерді қаласының бәрін қиратты. Не берілмегендер сөйтті дейді, қараңыз. Есептейік Ареке. Отырар 6 ай қарсылық көрсетті. Хорезмнің ескі астанасы Үргеніш қаласы 8 ай қарсылық көрсетті. Енді сіз білесіз бе, білмейсіз бе? Өзбекстан территориясында Үргеніш сақтаулы тұр әлі. Осы отырар сияқты қаласы ма? Отырар сияқты қаласы қорғанмен бәрі сақталып тұр орнында. Енді құлағандар бар, қайта қалпына келтіріп, бүйтіп реттеп қойғанда. Ал Қазақстан территориясындағы қалалардың бірде-біреуі жоқ, тып-типыл болған. Өзбекстан территориясындағы көптеген қалалар орнында тұр. Самарқан, Бұхара деген секілді, Хиуа деген секілді қалалар өзінің орнында тұр. Себебі жоңғарлар бұл территорияларды
қазақтардың территориясына жоңғарлар шапқыншылығы кезінде қала қирады да, ал олар ары қарай Әмудария жаңағы Өзбекстан территориясында қалаларға өткен жоқ жоңғарлар. Сол үшін бірақ тарихты бұрмалап жаңағы Кеңес одағының тұсында евроцентристік көзқарастағы тұлғалар, орыс ғалымдары бұны Шыңғысхан қиратты деді дағын бізге үйретті. Ал Мұхтар Шахан сол идеяның негізінде Отырардың күйреуін жазып шықты. Енді осыдан міне келеді дағын, енді осы жерде нәсілде де біз географиядан, тарихтан өтетін нәсілдің өзінде де мәселе бар, Сіз монголоид деген нәсіл деген ондай болмайды дедіңіз. Мен жеке өзім пікірім бұл. Иә, жеке өзіңіз пікіріңіз не үшін? Бір ғалымның енді мысалға ол болу үшін мысалы әлемде үшке бөлінсе, үш түрлі кішкене мысалға қанша миллиард болса бейт үшеу үлесін алу керек қой. Негроид келісесің, ол келіспеске амалың жоқ. Европоид деген жақсы. Неден Ресейден былай қарай батысқа қарай бәрі европоид болды, кәрі ғұрыптың бәрі. Ал бүкіл Азияның бәрі монголоид болды. Қытайда бәрі кіріп кетеді ішіне. Негізі мен өзім монголоид деген сөздің орнына жарайды, олар өздеріне бір нәсіл шығарбасын. Мысалға Қытай, Жапон өздеріне бір нәсіл шығарбасын. Қытайдың өзі шығарып азиат деп атайды ғой. Жоқ, азиат деп бәріміз азиямыз ғой. Негізі антропологиялық тұрғыдан үш нәсілге бөледі. Антропологиялық тұрғыдан иә. Мен ойлаймын, түркілік нәсіл деп айтуымыз керек. Себебі түркілер өте көп болды. Өйткені Еуразияның дәл ортасында отырмыз ғой біз. Жалпы түркілік өркениеттің әлемге ықпалы өте зор болған. Көптеген территорияларды кәдімгі бағдарламамызға уақытымыз жетпей қалады, біздің бұның бәрін айта беруімізге де. Сондықтан түркілік нәсіл болған нәсіл деп есептеймін өзім. Өйткені 270 миллиондай қазір түрк халқы осы Еуразияны мекендеп отыр. Және де көптеген әсер берді. Барлық өркениетте орыстың несінде де, сөздік қорында да, Қытайда да, парсы елдерінде де түркінің ізі жатыр сайрап. Сондықтан нәсілді монголоидтық деп біз өйтіп монголоидқа жатқызуға мен үзілді-кесілді қарсымын өзім жеке. Жақсы. Енді осы Шыңғысханға байланысты немесе түркілікке байланысты осындай өзгерістер сіз тарихта керек деп ойлайсыз. Тағы да басқа қандай бір әттеген тұстары бар, жалпы түзету керек тұстары? Енді егер саясат, басқа нәрселер рұқсат беріп тұрса. Иә, бұл жерде мәселе жалпы тарих саяси тұрғыдан көп жағдайға байланысты болады да. Көптеген өзгерістер енгізілуі керек. Біріншіден ол Дарвиннің теориясына негізделген ана питекантроп, синантроп, етті адам деген сияқты маймыл, оның барлығы ғылыми дәлелденбеген нәрсе. Ешқандай да бір негіз жоқ. Яғни 5-ші класстың тарихына өзгеріс керек деп ойлайсыз. 4000 жылдық мысалға бұрынғы сүйек тапты да, өзің Қазақстаннан ештеңе жоқ. Өзіміздің бет-әлпетімізге ұқсайды, өзімізге ұқсайтын сүйек. Оның барлығы сол дарвинизмнің теориясының негізінде. Ол да бірақ біртіндеп кетіп бара жатыр. 5-ші сыныптың оқулығын мен ашып қарадым. Дарвиннің теориясы жоқ, бірақ жаңағы епті адам, түрі маймылға ұқсайтын кішкене адамға келтіріп әпкеген суреттер тұр да. Оның бәрін алып тастау керек. Сосын 1,5 миллион, 2,5 миллион деген жаңағы тарихта жаңағы даталар бар. Біздің заманымызға дейін 2 миллион жылдық қамтиды. Өз жалпы әлемде 10 мың жылдық тарих белгілі. 10 мың жылдық тарих белгілі. Енді ар жағын қойсай болды ғой. 10 мың жылдан ары қарай сен біліп тұрған жоқсың ғой. Болды ары қарай 2,5 миллион үйт деп не қыласың. Ана генетиктердің бірақ 200 мың жылға тарқатады. Генетикалық адамның жасы генетикалық тұрғыдан 200 мыңды құрайды дейді. Болды ғой, сен ары қарай 2,5 миллион деп баланы миына ашты деп қажет пе? Соны алып тастау керек. Сосын Шыңғысханның саяси тұрғыдан жағдай келсе, түрік екенін нақты дәлелдеу керек, нақты белгілеу керек тағыны. Оның жорықтарына қатысты біз тек Хорезмді ғана баса айтамыз көп жағдайда. Хорезмге шабуыл, Мәскеуге, жаңағы парсы елдеріне, жаңағы Қытайға қарай жүрген жорықтарын көп айтпаймыз кітапта. Үшінші, Алтын Орданың Ақ Ордадан бөлінуін біз Ақ Орда хандарының Алтын Ордадан бөлінуі деп сипаттаймыз. Олай болмайды да. Алтын Ордада біздің мемлекетіміз, Ақ Ордада біздің мемлекетіміз. Саяси жағдай тұрғыдан Алтын Ордада орталық билік әлсіреді. Сондықтан Ақ Орда
өзін өзі мемлекет ретінде қалыптастыруға, сақтап қалуға мәжбүр болды. Ана Ерден хан мен Мүбәрак хан Алтын Ордадан тәуелсіздік алуға ұмтылды, Ұрыс хан барып Алтын Орданы шапты. Жоқ, Алтын Орданың хандарын бәрін жаңа Бердібек ханның тұсында Бату мен Беркеден, Алтын Орданың негізгі билігі Бату мен Беркенің ұрпақтарынан болды да, сол Бердібек ханның тұсында өзіме қауіп төндіреді деп түгел Бату мен Беркенің ұрпағын қырып тастады да, Алтын Орданың тағына ие болатын адам қалмай қалды. Содан кейін 20 жылда 1357-1377 жылдар аралығында жаңа 20 хан ауысты. Міне сол дүрбелеңді тоқтату үшін ғана Ұрыс хан барды ол территорияға. Барып шауып алып, басып бағындыруға барған жоқ. Ол бәрі бір мемлекет қой. Бәрі бір мемлекеттің ішінде болып жатыр. Сол тарихты дұрыстап жеткізуіміз керек. Сосын біздің Назарбаев зияткерлік мектебінің оқулығында Назарбаев 7-8 сыныпта тұтастай түрік дәуірінен мына жаңағы Қазақстанның Ресейге қосылуына дейінгі тарих 1900-ге дейінгі тарих баяндалады да. Ал 9-10-да 1905-тен қазіргі кезге дейінгі тарих баяндалады. Қараңыз, 2 жылда 100 жылдан сәл аса тарихты баяндаймыз да, ал мына жақта қазақтың тұтас дәуірленген империялық дәрежеге жетіп отырған мемлекеттерін бір тақырып қылып өткізіп жібереміз. Оларды кең тарқату керек дейсіз. Кең тарқату керек. Алтын Орда деген бір тақырыпқа сиятын тақырып емес. Ақ Орда деген де қазақ мемлекеттілігінің бастауында тұрған үлкен мемлекеттің бірі. Түрік қағанатын қалай сіз бір тақырыпқа сыйдырып жібере бересіз. Сондықтан бұл баланың енді біз болды жаңағы қазақ мемлекеттілігі енді нығайды. Біз енді оңайлықпен біреуге тәуелсіздігіміз беріп қоя салмаймыз. Бұл 30 жылда жаңа буын қалыптасып қойды, тәуелсіз санада. Міне енді осы ұрпақты бодандық дәуірді езгілетіп оқыта бергенше, анау біздің дәуірленген империя құрған кезеңдердегі балаға кішкене беруіміз керек. Және де біз негізгі бетбұрысымыз да сол орта ғасырда қалыптасты. Біз мұсылманшылықты қабылдауымыздың өзі үлкен бетбұрыс. Сол қазақ мемлекеттілігінің, қазақ хандығының құрылуының барлығының тарихы сол 2 сыныпқа бәрін сыйдырып тастаған. Түрік қағанатынан бастап 1900-ге дейін, 6-7 ғасырдан бастап 1900. Осыны реттеуіміз керек. Және тағы бір қалып баратқан тұсы бар, Шәке. Айта берейін ба? Айтыңыз. Жалғастырайын. Жаңағы біз Қазақстан тарихында Кенесарыны, Сырымдатұлын, Исатай Махамбеттің ұлт-азаттық күрестерін баяндаймыз да, бірақ Қазақстан тарихында Осман батырдың күресі жоқ. Күресі жоқ. Яғни барлығы мысалға мемлекет құру ісінде, тәуелсіздікке жаңа басқыншылыққа қарсы азаттық күресінде мысалға Сырымдатұлынан бастаймыз. Сырымдатұлынан бастаймыз да. Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсыновтармен бірге ол азаттық күресін жалғастырамыз. Бірақ біз Осман батырды айтып жүрген жоқпыз. Қазақстан тарихы оқулықта жоқ бұл. Осман батыр. Шын мәнісінде Осман батыр Қытайдың басқыншыларына өзінің тәуелсіздігін, дінімді, тілімді, жаңа халқымды тәуелсіздікке бермеймін деген мағынада 1956 жылға жалғыз өз жар басында қалғанға шейін күресті бұл. Бұл ену керек. Сосын Қазақстаннан тыс өмір сүріп жатқан қазақтарды да оқулыққа енгізіп атап өтуіміз керек. Өзбекстанда қазақтар қалай өмір сүріп жатыр? Ресей территориясында қазақтар қалай өмір сүріп жатыр? Баян-өлгейде қазақ. Жалпы Шығыс Түркістандағы қазақтар қалай өмір сүріп жатыр? Осының барлығын енгізуіміз керек. Бала біліп өсу керек деп есептеймін. Осы тарихи тұрғыдан осы. Түркиядағы қазақтарды енгізу. Осы Бақытжан Бұқарбайдың осы ұлы көш деген мақаласында сондай кітап шыққан. Сол кезде де жалпы Үндістанға дейінгі барған біздің ата бабаларымыздың, Ауғанстанның қазір жерінде, Ирандағы, Түркиядағы барша осы көшкен қазіргі сол кезеңдегі көшкен ата бабаларым қазіргі ұрпақтармен кездесіп жаңағыдай сұхбат алып шыққан сол кісі. Қазіргі күнге дейін, әлі күнге дейін тілін сақтап келе жатқан кейбір отбасыларды көрсетіп. Оңтүстік Америкадағы керейлер ше? Ондай бар ма? Жоқ па? О жағын ояққа бармай қояды. Уақытымыз қазір тым қысқа. Мен мысалға Шәке сызып жазып шықтым. Жалпы орта мектепте 5-ші сынып
ежелгі тарихты қамтиды. 6-шы сынып орта ғасыр жаңағы Тәуке ханға дейін түрік қағанатынан. Одан кейін 7-ші 8-ші сыныптар жоңғар басқыншылары мен зар заманға дейін қамтиды. Ал 9-шы сыныпта 1900 бен 1945 жылғы тарих, 45 жылдық тарихты қамтиды. Ал 10-11-де хронологиялық тәртіп жоқ. Яғни, мысалға мемлекеттер, Қазақстандағы мемлекет. Оның бір өзі жалпы қайталау бағдарламасы емес па? Негізгі бағдарлама 10-шы класста бітеді ме? Негізгі бағдарлама сол 9-шы сыныпта бітіріп тұр ғой бұл енді. Бізде негізі 10-да бітіріп қойды. Негізгі мектеп 10-да бітіреді. Назарбаев зияткерлік мектебінде 10-да бітіреді. Ал енді бұл хронологиялық тәртіптің сақталмауы, бұл да жақсы үрдіс. Баланың өзі анализ жасауға дағдыландырады. Жоққа шыға болмайды. Жалпы Қазақстандағы оқулықты бүйтіп жатып келіп сынап жамандауға болмайды. Жақсы өте көп. Мен жаңағы моңғол шапқыншылығы Шыңғысханға қатысты көп дүниені жоққа шығарғандай болып қалдым ғой. Бірақ оқулықта біздің осы деңгейге дейін баланың санасын, менің де мысалға санамды қалыптастырған осы оқулықтар. Сондықтан 10-11-де хронологиялық тәртіп сақталды дегенім мысалға Қазақстандағы мемлекеттер тарихы дейді. Бір бөлімі да мысалға. Ол түрік қағанаты, сақ, ғұн бәрін алып келеді. Қазақ хандығы, қазақ АКСР, қазақ КСР деген сияқты, Алаш автономиясы деген сияқты бәрін бір қамтып алады. Енді сол Алашты, сөзіңізді бөлейін. Алашты біз ең алғашқы осы жаңағы неден кейінгі сол Алтын Орда дәуірінен кейінгі мемлекет, алғашқы мемлекет, жаңағы енді мемлекет деген ұғымға сай жаңағы құрылған мемлекет болды ғой енді. Аз уақыт болса да ретінде енгізе аламыз ба негізі сіздің ойыңызша? Неге енгізе алмаймыз? Алтын Ордадан кейінгі алғашқы мемлекет деп Алашты? Иә, енді осы жаңағы осы Қазақстанның, біз енді 91-де ең алғашқы мемлекеттігіміз осы 91-де деген сияқты әңгіме болды. Тіпті жаңағыдай бұған дейін мемлекет болмаған дегенге ең алғашқы мемлекет енді біз құрып жатырмыз деген әңгімелер де болды ғой. Ол тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында сондай әңгімелер жүрді. Ол енді бірақ кейіннен қайта реттеді ғой, ол саяси тұрғыдан қателік болған. Қазір оқулықта сол Бөкейхан сол кезде құрды, Алашорданы, ол мемлекет дәрежесінде жұмыс жасады деген. Орталық Азиядағы құрылған жаңағы мемлекет деп, ол Түркістанда бар ма? Түркістан мен Алашордан атап өтеді оқулықта, ондай не жоқ. Алаш жалпы қазіргі ғалымдар мемлекет Алашордаға, Алаш зиялыларына қатысты өте жақсы көңіл бөліп отыр. Оқулықтан да, кино саласынан да, барлық саладан оған тыс қалып жатқан жоқ. Қуғын сүргінге ұшырағандарға қатысты да ақтау жөніндегі комиссия өте күшті жұмыс жасап жатыр. Мысалға біздің Хазіреті Әлі Тұрсын көкеміз бастаған, Ләззат Динашева апайымыз бастаған комиссия өте жақсы жұмыс жасап жатыр. Біз осыған дейін қуғын сүргінге ұшырағандар 100 мың, атылғандар 25 мың деп келдік та ресми дерек. Енді кеше 20 томдық кітабы шықты, ол 625 мыңға жетті тізім қуғындалғандардың саны. Бұл енді өте жақсы жұмыс. Бұл біріншіден мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың осы салаға ден қоюына байланысты деп есептеймін. Өйткені ол кісі ұлытауда сондай мәселелерді көп көтерді де ұлтқа қатысты. Сөйтті дағы содан бермен қарай бұл дүние қопарылып қозғалып жатыр. Және де Қасым-Жомарт Кемелұлының Жошы ханның мазаратының кесенесіне барып Құран бағыштауының өзі де үлкен мән бар. Яғни бұл бабаларымыздың түрік тектіден бұрын өзіміздің дәстүрлі дінімізде болғандығын дәлелдейді. Ол мемлекеттің басшысы білмейді емес, ақпаратты біліп отыр ғой. Жалпы мұсылман болмаған адамға қалай Құран бағыштайсың? Және де бір мен тағы дайындап алып келдім де, біздің бабаларымыздың осы мұсылмандықты берік ұстағаны туралы Қазтуған былай айтады. Ол кезде бұл Қазтуғанның заманында орыстар біртіндеп күшейіп, жаңа біздің нелерді алып жатқан территориялар, жаңа Қырым татарларын, Ноғай ордасын бағындырып жатқан кезеңдер тұғын. Оның біздің бөлініп жатқан кезеңдер. Сонда бұның күйініп жазғаны ғой енді. Ойылда қиыл жемсағыз, қайранда саланың аңғарай, ақшалмалы пірлердің меште жаққан шамдарай. Менің бүйтіп қозғалақтап жүргенім, аузы түкті кәпірдің күшті болған салдарай. Кәпірден теңдік алуға қайта келер деймісің, мұсылманның баяғы
шыңғыстан туған хандар-ай дейді. Яғни біздің кеңес үкіметіне дейінгі бабаларымыз Шыңғыс ханды, Әмір Темірді мақтайды. Мағжанның өлеңінде Мағжанда өлең бар. Тумайды адамзатта Шыңғыста ер деп, Түркістан туралы толғауында. Енді бізге кеңес үкіметі жазып берді ғой сөздің шыны тарихты. Біз енді одан арылып жатырмыз. Бұл да өзгеріс бар. Мәселе шәке оқулық жазуда жаңа кемшілік болып жатқан жоқ. Бір-екі ғана менің айтып жатқан кемшілігім ғой, оны да ғылыми зерттеу керек әлі. Бірақ мәселе ода емес. Мәселе сол оқулықты кім жеткізіп жатыр балаға? Қандай деңгейдегі адам жеткізіп жатыр? Мұғалім қандай деңгейде? Жаңағы Шарльде көрдің ба, кімнің біреуінің сөзі бар ғой. Кез келген нашар заңмен мықты басшы жұмыс жүргізе алады, бірақ кез келген күшті заңмен нашар басшы жұмыс жүргізе алмайды дейді. Бұл жерде оқулықта болмаса мәселе ода емес. Мәселе қате жерлерін түзетіп өте береміз дейсіз ғой. Түзетіп, мен мысалға өзім айтып кете беремін балаларға. Балалар Шыңғысхан моңғол деген сөзді ойларынан шығарып тастаңдар. Болды, ары қарай кеттік дейді. Өйткені олар маған сұрақ жиі қояды. Ағай, сонда біз сонда Шыңғысхан шабуыл жасап моңғолдың ұрпағы болып кеттік пе, біз түрік емеспіз ба деп та. Балалар ол түрік деп алыңдар дағы, солай кете беріңдер деймін, болды. Ары қарай түзетіп алып кете береміз. Ал енді екінші мәселе, мұғалімнің бір мәселесі, біліктілік дәрежесі, тарихи тұрғыдан да. Өйткені мен бірнеше тарихшы мұғаліммен сөйлескенімде жаттанды бір дүниелермен кетіп бара жатады. Тарих деген жаттанды дүниемен айтылып кете беретін нәрсе емес. Күнделікті іздейміз, күнделікті жаңалықты қарап отыруың керек. Осы нәрселерден алып отыруың керек. Сіз жаңағы мысалға iPhone 14, 13 қалай шығып, сен оған ілесіп отырсың. Сен де мынаған сәйкес қылып ілесіп отыруың керек. Сосын екінші, бұл осы мәселеде балаға біз мысалға том қалың кітапты оқыттық делік. Оқыттық деп ғой, оқулықты бердік делік. Бірақ бала түбі қандай деңгейде емтихан тапсырады? Айтыңызшы өзіңіз. Анализ көбінесе. Жалпы білім беретін мектепте қалай бала білімін көрсетеді? Ұбт тапсырады ғой? Ұбт тапсырады. Ұбт-ның деңгейі мен оқулықтың деңгейін салыстырыңыз. Ұбт-да не келеді алдыңызға? Сұрақтар жылдар келеді көбінесе. Ол білу түсіну деңгейі ғана келеді ұбт-дан. Бала неғылады ана оқулықты оқып миын ашты. Бәрібір анау келеді ғой. Абылай қай жылы қайтыс болды, жаңағы 22-24 жылы қандай реформа болды. Столыпин тапсырғанда Жұбаныш немесе Салмұхаммед деген арнайы авторлардың кітаптары болады, жаттап алады. Бұл соны жаттап оқиды да өтіп кетеді. Сол 25-ші жылы өзгеріс болатын болды кеше мақсаты айтып отыр еді. Осы ненің гуманитарлық пәндерде ау деймін. Сол біраз пәндерде сұрақтар жаңағы осы ништің системасы сияқты өзгереді. Біздікіндей жүйе болса, онда бала міндетті түрде ол оқулықтан бірдеңе алады. Яғни анализ. Бала оқиғаны толық жазып береді да. Саяси процесті толық жазып береді. Біздікіндей жүйеге баланы жалпы орта мектепті көшіре алатын болса, өте керемет жағдай болады. Балалардың тарихи санасы өседі. Сондықтан бұл жүйеге мән беру керек. Оқулықты айналып келіп, оқулықты шұқылай бермейді. Осы оқулықты қалай біз баладан қорытып аламыз? Жақсы, өте тамаша. Оқулыққа байланысты біраз нәрсені шолдық, оның арқасында ары қарай басқа біраз нәрселерге өтіп кеттік. Енді мынандай мәселе. Керей мен Жәнібек хандары туралы көп көтерілді. Бұның бәрінің түпкі мақсаты идеология. Ортақ идеология. Енді Қазақстанда негізгі ұлт қазақтар ғой енді. Қазақтарда бұрын 300-ден тұрады, және 300-дегі рулар, және жаңағы біреуі төре дейді, біреуі жаңағы не дейді? Қожа деп солай алады. Бірақ бұлардың бәрін басын қосатын нәрсе жаңағы енді. Бірақ шынында да мықты бір идеология жоқ. Мысалға, түріктерде Ататүрік ол бәріне жаңағыдай үлкен көсем ретінде басын қосады бәрінің, немесе жаңағы Американың өзінің идеологиясы бар, әрқайсысы әр жақтан келімсек ұлт болса да, Американың өзінің идеологиясы бар, бәрін басын қосады, кішкентай балаларына жаңағы туларын бүйтіп ұстап жүреді. Деген сияқты
егер де жаңағыдай бір барлығы оң болып кетіп жатса, біз сонау қазіргі моңғолдар сияқты прям сол нелерді туристер тарта алатындай Шыңғысхан оказывается біз келгенде Шыңғысханды бір идеологиялық үлкен тұлға ретінде қоя аламыз ба? жоқ, әлде бұл жеке басқа табынушылық болып кете ма? Себебі ақш-та отцы основатели деп айтады ғой, орыс яғни қалыптастырушы әкелер жаңағыдай деп сөйтіп біршама тұлғаларды алады. Ал кейбір жерлерде тек бір ғана идеология біреу тұлғалар болуы мүмкін, біресе бір оқиғалар идеология ретінде біріктіреді. Бізді не біріктіреді? Негізі нақты бір қазір бір керемет бір идеология бар деп айта алмаймын, өте әлсіз болса да. Ал ары қарай осы Шыңғысханның мәселесіне байлай аламыз ба? Байлай аламыз. Неғып байлай алмаймыз? Ол Шыңғысханды біздің ұлттық идеологиямызға ұстауға, оның қазақты біріктік, тек қана қазақ емес бұл жерде. Бүкіл түркі жұртын біріктіруге жаңағы Осман түріктерінен басқа осы Азиядағы бүкіл түрік халқын біріктіруге арналған тұлға ол. Ал енді қазақты біріктіретін тұлғалар жаңағы өте көп. Керей мен Жәнібекті біріктіреді бізді, Ақ Орда хандары да біріктіреді. Жаңағы идеология ретінде жалпы мемлекеттер тарихын түгел алып біз халықты біріктіре аламыз. Ал енді жаңа жүздер туралы айтып қалдыңыз. Біз осыдан шамалы шегінуіміз керек. Мүлдем жойып жібермеуіміз керек, бірақ шегінуіміз керек. Емес 100 ба? Төле би, Әйтеке би, Қазыбек би деген осы 3 атамыздан кішкене арылуымыз керек. Себеп одан бөлек те билер болды ғой қазақта. Осы 300-ден басқа билер болды қазақта. Майқы би, Мөңке би, толып жатқан билер. Әр ненің өзінің биі бар. Мына 300-дегі би қазақты әлі күнге шейін бір 300-ге бөледі тұратын сияқты маған, өзіме да. Біз анау жаңағы нейді, соттардың алдына 3 би тұрады ғой қазір. Тіпті білмейді. Өте жаңа әділдіктің идеологиясы символ ретінде көретін сияқты. Мына әділдіктің ол рас. Төле биден, Қазыбек биден, Әйтеке биден біз ешқандай тұлғалық өзінің несінен бір кемшілік іздемейміз. Бірақ саябақ жасаса, Төле би саябағы, Әйтеке би саябағы Түркістан қаласынан 3 биге арналған 3 саябақ ашылған да. Енді Түркістан 300-дің орталығы деген белгі шығар енді. Трайбализмге алып келетін мәселе ма? Алып келеді. Әр 100 өзіне жаңағы биін алып бөле беретін болса. Ол 18-ші ғасырда қазақтың тағдыры қыл үстінде тұрған кезде Тәуке ханның мәжбүрлі түрде барған шарасы бұл. 100-ге бөліп мемлекетті басқа жаңағы жауға қарсы шығу. Өйткені майдан екі жақтан ашылды ғой. Батыстан қалмақтар, шығыстан жоңғарлар басып кірді ғой. Сол кездегі рулардың территориясы бойынша бөлінеді. Территориясы бойынша ханнан жарлық күтпей тойтарыс бере беріңдер сендер үлкен жоңғарларға қарсы. Оны орта жүз бен ұлы жүз бірігіңдерден бар. Оның генетикасына тым қатысы жоқ. 99% 300-дің де рудың барлығы бір-біріне туысқан. Ешқандай ол Қоңырат пен Арғын дулатқа қарағанда жақын деген тема жоқ қой. Жоқ. Барлығымыз бірдей бір туыспыз. Бірдей туыспыз. 100-дік рулық қарым-қатынасқа қарамастан біз бәріміз бірдей туыспыз. Бұл антропологиялық тұрғыдан дәлелденіп қойған. Және дәл осындай генетикалық ерекшелік кемде-кем, басқа халықтарда кемде-кем. Осылай бірыңғай шығуы, осындай үлкен территорияда халықтардың бірыңғай біртекті халық болуы бұл үлкен құбылыс. Көпшілік неде табыла бермейтін дүние. Тағы не мәселе қозғаймыз? Өзіңіздің енді айтар мәселеңіз осындай айтылмай қалды деген дүниеңіз болса, айта кетсеңіз болады осы тұста. Қарап шықсаңыз болады. Жалпы педагогикаға кейінгі жастарды қаншалықты үгіттер едіңіз, шақырар едіңіз педагогика саласы туралы? Оларға оң пікіріңіз білдіресіз бе, әлде кезіндегі бір мұғалімдер секілді мұғалім болма деп қоясыз ба? Жоқ, қазір жас тарихшыларға не айтатыныңыз? Жас тарихшыларға айтатыным, бірінші педагогикаға келейік, Шәкеңнің сұрағынан аттап кеттің. Шәке, педагогикаға қазір біз насихат айтпасақ та адамдардың қызығушылығы өте жоғары. Өйткені мемлекет бұған жағдай жасады ғой. Жаңа медицина қызметкерлерімен осы мұғалімдерге мемлекет соңғы 5 жылдықта өте жақсы жағдайлар жасады. Жаңағы әкімшілік басқару жағынан болсын, жергілікті әкімдерден оны алды, басқармаларға қаратты. Оларды жаңағы
тек қана зал толтыру, сенбілікке шығару деген саясаттан арылдық. Одан кейін жалақы мәселесі жақсы көтерілді. Сағат санында реттеп берді. Қазір жаңағы мұғалім болуға үгіттейтін саясат өте жақсы жүрді. Жастар, жеткіншектер мұғалім болуға онсыз да талпынады. Өйткені табыс жақсы бұл жерде. Айлығы жақсы да, көтерілді. Стипендия да көтерілді, Иә. балдар Реттелді, барлығы реттелді. Сондықтан мен педагогтарға айтатыным, балаға осы жас тарихшыларға дедіңіз ғой, осы ұлттық құндылықты дарытудан қайтпауымыз керек. Балаға цифр жаттатып, дата белгілетіп, емтихан үшін ғана баланы дайындамауымыз керек. Балаға бұл бірден бір әсер ететін дүние бұл. Идеологиялық тұрғыдан әсер ететін дүние. Баяғы батырларымыз не үшін батыр болды? Бойында бүкіл жаңағы Алпамыс батырды, Қобыланды батырды жаттап өскен бала ол. Бараттан елін қорғауға тайсалмай кіріп шығады. Мысалы Бауыржан Момышұлы. Алыңызшы, Бауыржан Момышұлы көзсіз ерліктер жасаған адам. Қанша мәрте қоршаудан өзінің жаңағы әскерін, командасын шығынсыз алып шығып отырған. Таңғалады, әлем оқып отыр ғой, жаңағы еврейлер өзінің әскери несінде осыны оқытады екен. Қараңызшы, біз жаратылыстану бағыты, гуманитарлық бағыт деп екіге бөліп алып, екеуін жаңағы текес жаңағы неғып қоямыз. Бауыржан Момышұлы әскери стратег, мына жақтан да рухани құндылықтан да бұл кісі өте жоғары пайымдай алады. Жалпы екі жаратылыстану мен гуманитарияны қатар алып жүре алған адамнан үлкен тұлғалар шығып отырды. Сондықтан тек қана жаратылыстануды дамытып, гуманитарларды тоқтатып қойып, я болмаса тек қана тарих әдебиетті айтқызып қойып, мынаны жинастырып қою деген болмайды, мүлдем қате түсінік. Екеуін қатар алып дамытуымыз керек. Сонда ғана баладан үлкен бір нәтиже шығады. Сосын тағы да қалып бара жатқан бір мәселе бар екен. Жалпы орта мектепте Қазақстан тарихы орыс сыныбында орысша оқытылады екен. Бұл дұрыс емес деп есептеймін. Бізде қазақша оқытылуын айта кету керек. Назарбаев зияткерлік мектебі әлдеқайда орыс классына да, классында қазақша. Алға қарай ilgeri жылжып кеткен. Мен осылардан ғана пайымдап айтып отырмын. Осы сіздің осы неңіздің барысында мен ізденген кезде көршімнің кітабын, баласының кітабын алып оқысам, орыс сыныпта оқиды, орысша оқылып жатыр. Қазақстан тарихы, қазақ тілі әдебиеті және бірнеше пән міндетті қазақ тілінде оқытылу керек. Осы тұрғыдан. Тамаша, мықты ұсыныс екен. Өйткені бізге келіп жатқан орыс сыныбына келген балалардың көбісін біз осыдан қиналып жатырмыз балаға. Бізде қазақша оқиды да, ана жақтан орысша оқып қойды. Екі арада бір не болып жатыр. Тарих өз тілінде оқытылу керек әр ұлттың тарихы. Иә. Сен осы тарихы, тілі, әдебиеті. Хотя осы үшеуі. Тым болмағанда осы үшеуі. Осы үшеуі қазақ тілінде оқытылу керек. Қай мектеп болса да. Жаңа биыл бола ма, жалпы орта мектеп бола ма, жекеменшік мектеп бола ма, осы міндетті болу керек деп есептеймін. Жақсы. Өте жақсы ұсыныс. Тағы не айтамын деп келдіңіз? Ой қалған нәрсені айта алдыңыз ба? Айтылмаған нәрсе барлығын айтып кетсеңіз, жаңа менде бір сұрақ болып тұр осы жерде. Осы Аттиланың едігенің насихатталуы жүйелі түрде жүріп жатыр. Осы өзі қаншалықты дәрежеде осы Аттиланың өзіміздің бабамыз ретінде көреміз. Идеологиямыз қалыптасып жүрген бабамыз ретінде қаншалықты насихаттала аламыз? Енді қазір мен сізге осындай деп ұйқастырып кете алмаймын. Өйткені бұл еділ жөніндегі мен тақырыпқа зерттеліп келген жоқпын. Еділ жөніндегі тарихта. Бірақ менің ойымша, еділ Еуропаға бекерден бекер жорық жасаған жоқ. Құдды бір Есім хан, Тәуекел сұлтандар Бұхар хандығына не мақсатта жорыққа аттанды мысалы. Әлі еншісі бөлінбеген еді ғой, қазақ өзбек болып бөлінбеген еді ғой. Ана өзімнің бауырларым, мынау өзімнің ордама қайтып қосам деген мақсатта Тәуекел мен Есім барды ғой Бұхар хандығына. Сол жердегі Қоңырат, Арғын, Қыпшақ қой, қазіргі өзбектің деп жүргеннің барлығы сол Қоңырат, Арғын, Қыпшақ. Соларды өзіміздің ордамызға қайтадан қосамыз деген мақсатта жорыққа аттанған болса,
еділ де дәл солай Еуропаға өзімнің бауырларымды қайтадан ордама қосам деп аттанды. Еуропа ғалымдары қазір дәлелдеп жатыр. Мен кеше ғалымның атын ұмытып қалдым, жазып алуым керек. Жаңа Еуропа халқы түріктен тарайды. Бізден осы топырақтан тарайды. Сондықтан еділ жаңағы өзінің бауырларын қайтадан ордаға қосуға барды деп есептеймін. Жалпы ондай тұлғалар қазақта көп қой. Мына жаққа барсаң Сақ шығады, Үйсінге барсаң ар жаққа Қаңлы мәдениет үлкен көп. Насихатталу жағынан аса қатты бір не болып жатқан жоқ. Қазақ тарихында еділге қатысты дүниеге аса қатты бір дүние жүріп жатқан жоқ деп ойлаймын. Жақсы. Осымен түйіндейміз ба? Болды, менде сіздерде ешқандай сұрақ. Біздің көрермендерге не айтасыз? Көрермендерге не айтам? Құрметті біздің көрермендер, Түркістан облысы құрылғалы бері мінекей осындай жаңа түрлі тақырыптарды қозғайтын подкаст менің білуімше осы енді жүйеленіп келе жатыр. Біздің өңіріміздің дамуына атсалысыңыздар, осындай жобаларды жасап жүрген азаматтарға қолдау білдірейік. Осы біздің Зият подкастымыз жоғары қарай дами берсін. Әрқашанда біз осының дамуына мүдделіміз. Әйтеуір барынша үлес қосуға тырысамын. Осы жерге келетін қонақтардың өресі биік болсын. Енді менде бірнеше тізімде адамдар тұр. Осы жерге қонақ қылып шақыруымыз керек. Осыны ары қарай жетілдіруіміз керек. Осыны бастап, осыны осылай жүргізіп, жаңағы ешкім бір қолқа салмаса да осыған жүректеріңізбен жұмыс жасап жатқан екеуіңізге алғыстан басқа айтарым жоқ. Осы біздің қазақтың болашағы жарқын болсын, халқымыз ары қарай өсіп өркендей берсін. Түркістанымыз Түркістан облысының ғана емес, түрк дүниесінің барлық тұрғыдан, саяси, мәдени, экономикалық тұрғыдан орталығына айнала берсін. Жақсы. Осындай тамаша тілекпен біз аяқтаймыз. Құрметті көрермендер, біздің подкастқа жазылыңыздар, каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, коммент жазыңыздар. Біз педагогикалық тақырыптағы қазақша осындай контенттерді сіздерге беруден еш жалықпаймыз. Және де сол көрермендердің санын сіздер көбейтіңіздер. Біз контенттің санын көбейтуге бар күшіміз саламыз. Рахмет. Рахмет сізге, Бақытжан аға. Рахмет. Жарайсыздар.